Таң атқалы ескі көлікпен есі шығып жүрген мына кісі шымкенттік Дәулет Босымбек. Ол темір тұлпарын осыдан 3 жыл бұрын 260 мың теңгеге сатып алған. Енді сатайын десе базардағы бағасы 100 мың теңге болып отыр. Сондықтан Дәулет оны арнайы орынға өткізбекші. Сонда қалтасына түсетін ақша базар бағасынан артық болып шығады екен. Теледидардан тікелей эфирден естідім. Сөйтіп звондадым. Сөйтіп осында өтісетін жерде адресін айтты, сонымен алып келдік қой. Мұроға бардым, сосын анан кесіп әкел деді, кабинадағы нөмірді. Соны кесіп алдым, нөмірін алдым, апардым, справка жазып берді, болды, соны алып келдім. Осы бір құжатпен бітті ме барлығы? Одан кейін жаңағы счеттің қағазын, справка алады деген ғой, банктен, карточкадан, соны алдым. Былайша сатсам, мысалға, ары кетсе 100 мың болады. Мен 150 мыңға өткізген жақсы ғой дедім да. Төленетін қаржы 10 күн ішінде көлік иесінің есеп шотына түсетінін айтады мамандар. Ол үшін көлігін өткізгісі келген адам оны тіркеуден шығарып тиісті құжаттар жинайды. Атап айтқанда көлік иесі немесе сенім білдірілген тұлғаның жеке куәлігі, көлік иесі болмаған жағдайда өтініш берушінің сенімхаты және екінші деңгейлі банктен ашылған шот болуы керек. Бағдарламаға сай қабылданатын көліктердің салмағы 3,5 тоннадан аспауы тиіс. Төленетін ақы көліктің жағдайына байланысты болмақ. Яғни қозғалтқышы, есіктер мен берілу қорабы сынды бөлшектері түгел болса 150 мың теңгеге бағаланады. Олай болмаған жағдайда көлік иесі 48 мың теңгені қанаға тұтады. Бағдарламаның басты мақсаты бұл негізі экологиялық болып табылады. Ескі тозығы жеткен автокөліктерден арылу. Бұл таза ескі көліктерге арналған бағдарлама. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, менің көлігім 400 мың, 500 мың тұрады, мен неге 150-ге өткізем деп. Бұл ешкімді міндеттемейміз, өткізіңіз, көлігіңізді әкеліңіз деп. Қазіргі таңда аталған бағдарлама аясында елімізге 800 көлік жиналған, оның 40-ы оңтүстік өңіріне тиесілі. Есімізде ескі көліктерді қайта өңдеуді өткізетін 3 зауыт салынады деп күтілуде. Жиналған техникалар сонда іріктеліп, кәдеге жарайтын болады. Айдос Игілік, Мақсат Қошқарбаев, Халық Ньюс үшін арнайы Шымкенттен.